Саламатсыздар ма, тыңдаушылар? Бүгін сіздермен тіршілік қауіпсіздігі негіздері пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Тақырыбымыз тіршілік қауіпсіздігі негіздері саласындағы заңнамалар. Қарастыратын тақырыптарымыз азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы, негізгі ұғымдар, азаматтық қорғаудың негізгі міндеттері, азаматтық қорғаудың негізгі принциптері. Жалпы азаматтық қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы, осы заң азаматтық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, әрі табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алуға, сонымен қатар жоюға, төтенше жағдай аймағында халыққа шұғыл медициналық көмек көрсетуді, психологиялық көмек көрсетудегі қамтамасыз етуге бағытталған. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысының негізгі міндеттерін, құрылуы мен жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық қағидаттарын, мемлекеттің материалдық резервті қалыптастыруды, сақтауды және пайдалануды, авариялық құтқару қызметтері мен құрылымдарының ұйымдастырылуы қызметін айқындайды. Яғни, бір сөзбен айтқанда, осы Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау заңы төтенше жағдайларда немесе басқа да қауіп қатер кезінде азаматтарды қорғауда маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар, осы Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау заңдарының кейбір негізгі ұғымдары мен анықтамаларына тоқталамыз. Мысалы, авария дегеніміз ғимараттардың, құрылыстардың және техникалық құрылғылардың қирауы, бақыланбайтын жарылыс және қауіпті заттардың шығарындысы. Сонымен қатар, авариялық құтқару жұмыстары бұл адамдардың материалдық және мәдени құндылықтарды іздеу және құтқару, төтенше жағдай аймағында халыққа шұғыл медициналық, психологиялық көмек көрсету, төтенше жағдай аймағында әскери іс-қимылдар жүргізу кезінде қоршаған ортаны қорғау, оларға тән қауіпті факторлардың әсерін оқшаулау және басу немесе ең төменгі мүмкін болатын деңгейге дейін жеткізу жөніндегі іс-қимылдарды айтамыз. Сонымен қатар, жалпы авариялық құтқару құрылымы бұл авариялық құтқару жұмыстары мен кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге және соған арналған авариялық құтқару қызметінің құрамына кіретін азаматтық қорғау күштерінің ұйымдық құрылымдық бірлігі. Жалпы авариялық құтқару қызметінің өзі бұл бірыңғай жүйеге функционалдық біріктірілген және төтенше жағдайлардың алдын алуға және оларды жою жөніндегі міндеттерді шешуге арналған азаматтық қорғаудың ұйымдық бірліктірілген және басқару органдарының, авариялық құтқару ұйымдарының және құралдарының жиынтығы. Жалпы алған уақытта бұл Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау заңдарының өзі бұл баршаға ортақ, Қазақстан Республикасының азаматтарына бәріне ортақ, яғни әртүрлі жағдайлардағы қауіп қатер кезде, төтенше жағдай кезіндегі қорғану бағыттарын көрсетеді, үйретеді. Сонымен қатар, баршаның назарына құлақтандыру сигналы бұл төтенше жағдайлар туындау кезіндегі ең маңызды құлақтандыру сигналдары. Яғни, бұл жерде жалпы халықтың назары осы дабылда, яғни тыңдаңыздар деген дабылда, сонымен қатар сол дабылдар мен басқа да сигнал беру құралдары арқылы берілетін құлақтандырудың бірыңғай сигналы болып есептелінеді. Яғни, бұл төтенше жағдай кезіндегі маңызды құралдардың бірі. Яғни, қай уақытта болса да адамзатты осы қорғаныс азаматтар
азаматтарды қорғау министрлігі дейміз, немесе аймақтық мемлекеттік деңгейдегі осы құлақтандыру сигналдарын, хабардарын, ақпараттарды тыңдауға шақырады. Сонымен қатар әрбір анықтамалар мен осы ұғымдардың маңызы өте зор. Енді қауіпті өндірістік объектілерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы дейміз. Бұл жағдайда қауіпті өндірістік объекті қауіптілігінің сипаты мен ауқымы, сонымен қатар қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға беру, оның жұмыс істеуі, оны пайдаланатын шығару кезеңдерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерін халықты қорғау жөніндегі іс-шараларын көрсететін құжат. Сонымен қатар, қауіпті өндірістік факторлардың өзі бұл тікелей авариялардың, оқыс оқиғалардың кезінде туындайтын жеке және заңды тұлғаларға, қоршаған ортаға зиян келтіретін физикалық құбылыс болып саналынады. Жалпы өрт адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін, зиян келтіретін жеке және заңды тұлғаларға, қоғам мен мемлекет мүдделеріне материалдық нұқсан келтіретін бақылаусыз жану. Яғни өрттің кезіндегі адамның өліміне дейін әкелетін, яғни адамның денсаулығы мен өміріне үлкен нұсқау келтіретін бақылаусыз жануды айтамыз. Сонымен қатар өрттің қауіпсіздігі адамдардың, мүліктің, қоғам мен мемлекеттің өрттерден қорғалу жай-күйі. Яғни бұның барлығы осы Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау заңдарындағы ұғымдар мен анықтамалар. Сонымен қатар төтенше жағдай дейміз. Жалпы төтенше жағдайдың өзі адамның шығынына, адамдардың денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтіруге елеулі материалдық нұқсанға және адамдардың тыныс тіршілігі жағдайларының бұзылуына әкеп соғуы мүмкін немесе әкеп соққан аварияның, өрттің, қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің, қауіпті табиғи құбылыстардың, апаттың, дүлей немесе өзге де зілзалалардың салдарынан қалыптасқан белгілі бір аумақты жағдай. Төтенше жағдайларды жою бұл авариялық құтқару жұмыстары мен яғни кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу. Жалпы Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау заңнамасы Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді. Осы заңнан және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Ал еңбек қорғау, экологиялық қауіпсіздік, ғарыш кеңістігін пайдалану, химиялық және ядролық қару жою, оқ дәрілерді пайдалану және кәдеге жарату кезіндегі қауіпсіздік, автомобиль жолдары мен темір жолдармен жүру қауіпсіздігі, сонымен қатар ұшу қауіпсіздігі, су ауыл шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігі, төтенше жағдайлар саласындағы құқықтық реттеу Қазақстан Республикасының арнайы заңнамамен жүзеге асырылады. Және егер де Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық шартта осы заңда қамтылған өзгеше қағидалар білгенше, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады. Жалпы азаматтық қорғаудың өзі мынандай негізгі міндеттерге бөлінеді. Біріншіден, халықты жаппай қырылудан, зардаптардан сақтап қалу, зардапқа ұшыраған адамдарды құтқару, қалыпқа келтіру, зардапқа шеккен адамдарды іздестіру, оларды қажетті көмек көрсету болып табылады. Сонымен қатар өндіріс орындарындағы апаттық көрші тұрған объектілерге зиян келтірмеуін іздеу қалпын келтіру жұмыстары. Сонымен қатар жалпы төтенше жағдайларда өндіріс орындарын тұрақты жұмысын қамтамасыз ету, апат болған қираған жерлерде барлау жұмыстарын жүргізу шаралары, сонымен қатар төтенше жағдайларда шыққан өртпен күресу, оларды
өршуіне жол бермеу шаралары және адамдарды, техникаларды, басқа да объектілерді улы бактериялық, химиялық және санитарлық тазалықтардан өткізу жұмыстарын жасау міндеттері тұрады. Жалпы азаматтық қорғаудың негізгі принциптері біріншіден азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің аумақтық салалық ұйымдастыру принципінен тұрады. Екіншіден азаматтарға, қоғамға төтенше жағдайлардың қауіп қатер залалын азайтудан, сонымен қатар халық пен ұйымдарды болжанып отырған және пайда болған төтенше жағдайлар қабылданған шаралар бойынша олардың алдын алу және жою салдарларын қоса алғанда жариялау ету. Сонымен қатар авариялық құтқару, кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізу кезінде ақталған тәуекел және қауіпті қамтамасыз ету. Азаматтық қорғаныс және авариялық құтқару кезінде кезек күттірмейтін жұмыстарды, сонымен қатар тұрақты күштер мен құралдардың дайындығы және қорғауға төтенше жағдайлардың жедел ден қою. Осының барлығын азаматтық қорғаудың негізгі принциптерінен тұрады. Ал азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесі аумақтық кіші жүйеден және салалық кіші жүйеден тұрады. Аумақтық кіші жүйе дегеніміз облыстық, қалалық, аудандық деңгейлерде өздерінің аумақтық шегінде төтенше жағдайлар мен олардың салдарының алдын алу және оларды жою азаматтық қорғаныс іс-шараларын орындау үшін құрылады және оны аумақтардың әкімшілік аймақтық бөлінуіне сәйкес келетін буындарынан тұрады. Ал салалық ішкі жүйелер дегеніміз, салалық ішкі жүйелерді орталық атқарушы орындар, сонымен қатар өз құзыреті шегінде азаматтық қорғау іс-шаралардан орындау жөніндегі жұмысты ұйымдастыру үшін құралады. Азаматтық қорғауды басқару органдары, яғни бұл басқару жүйесінің өзін үш жағдайда қарастырамыз. Бірінші, республикалық деңгейде, бұл жерде уәкілетті орган салалық ішкі кіші жүйелерді Қазақстан Республикасының орталық атқару органдары. Екіншіден, аумақтық деңгейде жергілікті атқарушы органдары, уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері, салалық кіші жүйелерде Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарының бөлімшелері. Сонымен қатар объектілік деңгейде ұйым басшылары. Яғни осы азаматтық қорғау басқару ұйымдары болып саналынады. Жалпы азаматтық қорғаудың арнайы іс-шараларына азаматтық қорғау қызметінің Қазақстан Республикасының халқын, объектілері мен аумағын төтенше жағдайлар мен әскери қатынастар кезіндегі немесе осы қатынастардағы қақтығыстағы салдарынан туындайтын қауіптерден қорғауға бағытталған жұмыстарды инженерлік, радиациялық, химиялық, медициналық, өртке қарсы, сонымен қатар көлікте, материалдық, техникалық, гидрометеорологиялық және өзге де қамтамасыз ету бойынша бұрын немесе жедел іс-қимыл жасауын жатқызуға болады. Қорыта келгенде, әр қоғамдағы ең басты тіршілік иесі адам, сондықтан да барлық қорғану шараларында адамдардың қауіпсіздігін ескерту негізгі мақсат болып табылады. Адамдарды қорғай білу дегеніміз мемлекет үшін маңызды, сондықтан да халықты қорғау, адамның өмірін сақтап қалу, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халықтың еңбегі мен жасалынған барлық байлықты сақтап қалу азаматтық қорғау жүйесінің негізгі жұмысы болып табылады. Осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Сау болыңыздар, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.